Армысыздар менің YouTube тыңдармандарым, бүгінгі қасиетті қадір түні құтты болсын, оқыған дұға тілектеріңіз қабыл болсын. Жалпы қадір түнін қалай өткізу керектігін сіз білесіз бе? Егер білмейтін болсаңыз, осы аудиозаписті соңына дейін тыңдауыңызды сұраймын. Өкінішке орай көбі қадір түнін қазір жай ғана ұйықтамай қарсы алу жеткілікті деп санайды. Алайда бұл қате түсінік. Алланың мейірімінен үміт еткен әрбір адам қадір түні кірместен бұрын дәрет алып, таза киім киініп, үстіне хош иісті әтір сеуіп, қасиетті түнді күтуге дайындық жасауы тиіс. Қадір түнгі мақсат тек ұйықтамай ояу жүру емес, тілек тілеп, дұға жасап, намаз оқу. Қасиетті түнді көңіл көтеру орындарында емес, үйде немесе мешітте өткізілген абзал. Ішімдік ішуге, адамдардың сыртына ғайбаттап өсек айтуға, жанжалдасуға, дауласуға тыйым салынады. Достармен көңіл көтеріп ән айтуға, билеуге, сауық кешін ұйымдастыруға болмайды. Ал теледидардан ойын-сауық бағдарламалар мен фильмдердің орнына тәрбиелік мәні бар дүниелерді тамашалаған дұрыс. Қадір түннің құрметіне дастархан жаюдың қажеті жоқ. Үйге жақсылық кіреді деп есік-терезелерді ашып қоюда қате түсінік. Мұсылмандар бұл түнді барынша құлшылықпен, шын жүректен өкініп, күнәлары үшін кешірім сұраумен өткізуі тиіс. Таңға дейін қасиетті Құран кітабын оқып, дұға жасаған абзал. Бұл түннің берекесі мол. Таң ағарып атқанға дейін Аллаға құлшылық еткен мұсылманның жүрегіне тыныштық пен жан рахаты орнайды. Дінде қадір түнімен құлшылық жасай алмайтындар ең болмаса, тарауих намазынан кейін біршама уақытын дұғаға арнауы керектігі айтылған. Қадір түні адамның көңілінде кірбің болмау керек. Бұл түннің тағы бір қасиеті жүректе жүрген жүкті жоғалтып, көңілге түскен кірбіңді ұмыту, пендешілікпен дүрдараз болған жандарды кешіріп қауышу. Алла тағала өзінің хикметіне сай кейбір нәрселердің анық уақытын жасырғанын айталық, жұма күннің қай мезгілінде жасалған дұғаның қабыл болатынын, 5 уақыт намазының ішіндегі ортаңғы намазды, дұғалар ішінде исми ағзамды, уақыттың ішінде қияметті, әрі өмірдің ішінде өлім уақытын пенделеріне дәл білдірмеген. Бұның біздерге хайыры барына кәміл сенімдіміз. Мүмкін бұл мұсылмандардың үнемі сергек, Аллаға ғибадат құлшылықта жүруін қалағандықтан шығар. Қадір түніне келсек, ол түндердің ең хайырлысы. Өйткені хадисте айлардың хайырлысы Рамазан, түндердің хайырлысы қадір түні, күндердің хайырлысы жұма күні екен айтылған. Бұл түнді негізінен Рамазан айының соңғы 10 күнінде тақ санда іздеу керек. Көпшілік ғалымдардың ортақ пікірінше, қадір түні Рамазан айының 27-ші түні болып есептелінеді. Құранда бұл түннің артықшылығын түсіндіретін арнайы сүре де бар. Ол сүреде жаратушы иеміз былай дейді: анығында біз Құранда қадір түні түсірдік. Қадір түннің не екенін білесің бе? Қадір түні 1000 айдан да хайырлы. Ол түні періштелер мен рух Раббыларының әмірімен жерге түседі. Ол таң ағарып атқанша жалғасады. Мөмендер бұл түнді дайындықсыз өткізбеу тиіс. Өйткені Әбу Хурайра сахабамыз жеткізген хадисте, кімде-кім қадір түннің артықшылығына сеніп, сауабын Алладан күтіп, ғибадат құлшылықпен өткізсе, өткен күнәлары кешіріледі делінген. Бұл түні жасалуы тиіс істердің қатарында намаз оқу, Құран оқу, өткен күнәларды енді жасамасқа тәубе етіп, кешірім тілеу, жалбарынып тілек тілеу керектігін айталамыз. Мойында намаз қарызы барлар нәпіл, намаз оқымай тұрып әуелі 5 уақыттық қаза намаздарын өтеуі артықшылыққа жатады. Ғалымдардан Суфиян Сәури қадір түні тілек тілеп, кешірім тілеу намаздан ұнамды. Құран оқып артынан тілек тілеу ең жарамдысы делінген. Айша анамыз Алла елшісінің Рамазанның ақырғы 10 күнінде құлшылыққа ерекше ден қоятынын айтады. Бұл түні қалай дұға ету керек деп сұрағанда, пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассалам мына дұғаны үйреткен: Алла тағалам, сен кешірімдісің, кешіргенді ұнатасың, мені де кешіре көр. Иә, күнәдан алғыс пайғамбарымыздың өзі күніне 70 я 100 мәрте өзіне кешірім тілеп отыруды әдет еткен. Ендеше күніне сан түрлі күнәмен бетпе-бет келіп жүрген қазіргі мұсылмандарға күн сайын 1000 рет қадір түні таңға дейін кешірім тілесе де артық етпесі анық. Бұл түн 1000 айдан хайырлы болуымен де артықшылыққа ие.
1000 ай тура 83 жыл 4 айға тең. Ал бұл өз кезегінде бұрынғы үмбеттердің өмір бойы жинаған сауабын бір түнде алу мүмкіндігі деген сөз. Пайғамбарымыз бірде сахабаларға Исраил әулетінен бір кісінің 1000 ай бойы ат үстінде Алла үшін жихад еткен, кей руяттарда 1000 ай бойы күнә жасамай ғибадат еткенін айтқанда, сахабалар біздікі оның жанында түкке де тұрмас деп таң болған еді. Осы кезде Жәбірейіл түсіп, Мұхаммед үмбетін сен айтқан адамдарды естіп таң қалды. Ал Алла тағала оларды бұдан да хайырлысын берді деп Қадыр сүресін оқып береді. Тағы бір руаятта пайғамбарымызға бүкіл үмбетінің өмірі көрсетіледі. Басқа үмбеттерге қарағанда өз үмбетінің өмірінің аздығын көрген пайғамбарымыз бұған мұңаяды. Осы кезде Алла тағала оған Қадыр сүресін түсіреді. Бұл түннің берекесі мол, өйткені жер бетіне сан мыңдаған періштелер түспек. Періштелер тіпті жер бетіне сыймай кетеді. Мүміндерді айнала қоршай Алла тағаланың оларға деген кешірімі мен мейірімін айтып сүйіншілейді. Таң ағарып атқанға дейін осындай жағдайда болған мұсылман үмбетінің жүрегіне тыныштық пен жан рахаты орнайды. Бір хадисте ол түні жер бетіне түскен періштелердің саны ұсақ тастардың санынан да көп болады делінген. Қайталап оқып берейін сіздерге. Қадір түні мен құлшылық жасай алмайтындарға ең болмаса тарауих намазынан кейін біршама уақытын дұғаға арнауы керектігі айтылады. Өйткені бұл түні жасалатын дұғалардың қабыл болатынына деген нық сенім бар. Назарларыңызға рахмет. Қадір түнін дұға тілек арнаумен өткізейік.